Ауылдан осындай қойдың құйрық майы келген еді. Тұздап, бұрыштап, күрдік жасап алдым. Алдымен құйрықты 25-30 минут аралығында қайнатып суға пісіріп алдым. Чеснокты сақтап тұрап, үстінен қызыл бұрыш пен қара бұрышты, одан кейін кішкене ғана тұз қостым да жақсылап араластырып, оны дайындап қойдым. Енді кезекте құйрықты жақсылап кішіректеу бөліктерге бөлу, себебі тұзы сіңіп, бұрышы сіңіп жақсы болып тұрады. Қазір тұмау мен вирустың өршіп тұрған кезеңі. Осылай бір құйрық майды сатып алып, бұрыштап, тұздап, әдемілеп жасап, таңғы асқа жеп тұрсаңыздар ең пайдалы нәрсе. Бір жағынан таңертең жеп алсаң, түске дейін қарның ашпай тоқ жүресің. Бұған дейін бірнеше рет жасағанмын. Менде 2 видеом бар парақшамда. Біреуін ыстап жасағанмын, біреуін дәл осылай жасағанмын. Кіріп көрсеңіздер болады. Мен осы бір құйрық майды 5-6 бөлікке бөлдім. Одан кейін дайындап қойған бұрыш чеснокты осылай сыртынан жағып шықтым. Бұны ені бірден жей беруге де болады. Бір жағынан сақтап қойып, тұзы, дәмі сіңіп болғаннан кейін де жеуге болады. Егер ыстап жіберем десеңіздер, тіптен керемет болады. Ал міне қарап отырсаңыздар, менің құйрық майым дайын болды. Осылай кішіректеу етіп, бөліктерге бөліп турап қоямын. Видео ұнаған болса, достарыңызға жіберіп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытып кетпеңіз. Хош иіспен баурап арамадың, көздерің сезімді жағаладың.